Ассалаумағалейкум. Қазақ елі қалайсыздар, амансыздар ма? Яғни бүгін 27 наурыз болды, сағат 2-ден 40. Енді жалпы сот процесі туралы айтып өткім келіп тұр. Кеше 26 наурыз күні Түркістан облысы Ордабасы аудандық соты хабарлама жіберген. Яғни 26 күні сағат 10:30-ға сот соңғысы ма келесі сот отырысы болады деп хабарлама келген бізге. Бірақ біз яғни талап қоюшы тарап Ордабасы ауданының сотының судьясына, яғни Н.А. Жұмабаевқа қарсылық танытқан болатынбыз. Қарсылықтың мәтіні яғни Түркістан облысы Ордабасы ауданының білім бөлімінің заңгері және маманы Маратжан Молдабаевты Якоби дейді ғой орысша айтқан кезде ұйғарым шығарған сот. Жұмабаев, яғни талап қоюшы тарап үшінші тұлғаны жаңағыдай куәгер ретінде сотқа шақырған екенбіз біз. Бірақ енді ол жалған. Біз яғни Маратжан Молдабаевты бізге шақырған жоқпыз. Заң шеңберінде айта аламыз оны. Өтініш хатымызда және одан кейін соттың аудио жазбасында ондай біз мәлімдеген жоқпыз кімді шақыр деп Молдабаевты. Бірақ енді оны видео жазбасын қайттан көріп тыңдап шықтық. Аудио жазбаны сонда мектеп директоры Төлтөбай Балжанын шақырған болатын. Бірақ оны ұйғарымды біз шақырды деп ұйғарым шығарғанда жалған шығарған. Сол тарап бойынша біз Ордабасы аудандық сотының судьясына қарсылық танытқанбыз. Бірақ қарсылық 26 күні азанда қаралып, сағат 11-ден аса келді, бізге хабарлама келді. Ұйғарым шықты. Яғни судья Әбубәкір деген судья ұйғарым шығарған екен. Яғни біздің өтініш талап арызымызды қанағаттандырмаймыз деп жауап берген. Ары қарай шағымдана бер деген сияқты. Енді содан қарсылық танытқаннан кейін азанда болатын сотымызды сағат 2:30-ға қойған болады. Яғни Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексінің баптары мен тармақтары бойынша бізге хабарлама бір тәулік ішінде, яғни 24 сағат ішінде келу керек. Яғни сотты келесі күнге қалдыруға біз өтініш тастағанбыз. Өйткені менің заңгерімнің өкілім Ж. Абишев Асанович болса, ол Тараз қаласында жаңа сот процесіне қатысуына байланысты өтініш хат түсірдік. Бірақ өтініш хатқа қарамай сотты аяқтадық деп отыр қазір. Біз қатысқан жоқпыз. Яғни бұл да ертеңгі Құда қаласа облыстық сотқа апелляция береміз, түсіреміз. Енді бұл жерде ең маңызды мәселенің бірі 18 желтоқсан 2025 жылы нөмір 22 ЖХ бұйрығы бойынша директор өзінің шығарған бұйрығын 5-ші бұйрықпен, яғни 27.01.2026 жылдың, яғни тура осы 2 ай бұрын тура осы күні бұйрық шығарған мені жұмыстан босатуға. Сол бұйрығымен күшін жойып тұр және өзінің сот процесінде айтқан аудио-видео жазбасы бар, күшін жойғанбыз дейді. Яғни еңбек инспекциясы тексеріп келіп 22-ші бұйрық заңсыз екенін нұсқама берген. Сол нұсқаманың барысында енді судья қандай қазір таңда кеше сағат 2:30-да болған сот процесі, біз қатыстырмай өткен сот процесінің шешімі әлі шыққан жоқ. Яғни судьяның шешімі маған әлі күнге дейін келген жоқ. Қандай шешім қабылдағанын білмей тұрмыз. Яғни мәтіні қандай шешімнің? Яғни өзі мойындаған бұйрықтың қағаз жүзінде де аудио жазбада өзінің өтініші бойынша шығарған, жарияланым да бар. Оны нақтылап тұр бұйрықпен, 5-ші бұйрықпен 27.01. Яғни өзінің шығарған бұйрығын
заңсыз екенін айтып тұр. Енді сот Ордабасы ауданының сотының судьясы Н.А. Жұмабаев қандай шешім шығарғанын бізге әлі күнге дейін жұмбақ. Өйткені кеше күні өткен, ол әлі күнге дейін бізге жаңағы шешім шыққан жоқ, келген жоқ. Сот кабинетімен де, WhatsAppпен де, электронды поштамызға да келген жоқ. Енді бізге де қызық болып тұр, жұмбақ болып тұр. Қандай тақырыпта, қандай мәтінде шығарды екен. Алдыңғы жариялаған посттарда да осындай айтқанбыз, қандай әділ бағасын шығара ма, өзі шығарған бұйрықтың, мойындап тұрған бұйрықтың күшін қалай шығар деген шешім. Қош сау болыңыздар. Яғни бүгін кешке дейін келіп қалатын шығар деп, өйткені себебі ертең ары күні демалыс болады, демалыс күндері. Соған бойынша бүгін кешкі сағат 6:30-ға дейін, яғни бізге хабарлама келу керек, қандай шешім шығарған. Сау болыңыздар дейміз.